Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен негізі бұлай шықпайтын адаммын. Интернетке бұлай көп отыра беріп. Кеше 29 шілде күні 7 ай 2022 жылы мен есік алда көшеге шығып баратқанмын. Подъезден түсіп бірінші этажға. Сол мезетте бір орыс азаматшамен сөзге келіспей қалдық. Есікті ашып тұр деді, мен ашып тұрдым. Сол кезде ол мен енді ұялы телефонмен сөйлесіп тұрған кезімде ол кісі маған сұрақтар қояды. Мен айтамын оған, мен сені түсініп тұрған жоқ, мен телефонмен сөйлеп тұрмын. Бара бер, іздеген пәтерің жоғарыда деп. Ол кісі жоқ, қайтпайды. Сол кезде ол кісі тұрады да айтады: сенің қазақ тіліңді мен білмеймін дейді. Енді былай айтқанда, нахуй мне твой казахский дейді. Сол кезде мен не істедім? Сөйлесіп тұрған телефонымды тастай салып, оған айттым: сен не дедің? Кішкене аузыңа байқап сөйле. Бұлай болмайды, так нельзя. Почему? Сен, а нахуй мне твой казахский, если я твой казахский не знаю деді. Сол кісімен сөзге келіспей бірнеше соқ қалдым. Бірнеше дегенім ол одан көп. Мұрныман, көзімен, басыман. Мен өзім олай таяқ жеп көрген жоқпын. Қанша балалық шақ болды, бұлай таяқ жеп көрген жоқпын. Ұрады, өзі бой үлкен. Сол енді шығып атқаным не үшін? Сол кешегі жазған хаттамамды, заявлениямды сообщениемен СМС арқылы қайтадан келді. Менің жазған заявлениям қарастырылмайды деп. Мен де бірақ қолымда свидетельством бар. Бір больницадан освидетельство, сотрясение врачтардың. Қазір видеоның жазып отқан өзінде мен өзім жағдайым нашарлап тұр. Мен өзім үйден шығамай қалдым осының кесірінде. Қарасаңыздар, бет ісіп кеткен. Көгеру деген осы. Сол айтарым, УП-1 Тараз қаласы, Пушкина көшесі. Сол осы енді амал жоқтан Генеральный прокуратура көрсін